Баршаңызға сәлем құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге салаттың бір түрін ұсынамын. Ол өте дәмді және оңай дайындалады. Ол үшін қарапайым ингредиенттер қажет. Қызанақ, тәтті бұрыш, сәбіз, қияр, аскөк және сарымсақ. Жоғарыда аталған ингредиенттерді ол қызанақ, қияр, тәтті бұрыш, аскөк және сарымсақты турап аламын. Ал сәбізді күштен өткіземін. Барлық ингредиенттерді турап болғаннан кейін дәміне қарай тұз сеуіп араластырамын. Шамамен 2 немесе 3 ас қасық қосуға болады. Араластырып болғаннан кейін ыдысқа салып, яғни банкаларды толтырып, 30 минутқа осындай әдіспен буға пісіріп аламын. Банка және қақпақ өзіңізге ыңғайлы әдіспен зарарсыздандырып аласыз. Булап болғаннан кейін банкаларды толығымен суғанша жылы көрпемен жауып қоямын. Мінекей өте дәмді және оңай дайындалатын салат дайын. Қыс мезгілінде бұндай салатты сүйсініп жейтін боласыз. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.